Дипломын қолтықтаған жастарға қолдау қандай? Білім білігіне сәйкес биік мінберден көріне алама. Қадыры қашқан кадрларды саналы жастар алмастыруы керек. Мемлекет басшысының талантты жастарды мемлекеттік басқару жүйесіне тарту жөніндегі тапсырмасы қалай орындалып жатыр? Президенттік жастар кадр резерві 6 жылда қаншалықты жаңарды? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын сәлден кейін студия қонағынан білеміз. Армысыз, түйіткілді түйінде тарқатамыз. Алымды жастар алапат күшке ие. Қоғамның қозғаушылары да солар. Өзгерістердің өткелінде де кейінгі буын тұрады. Бірақ басын тауға да, тасқа да ұрып, амалы құрып, аяққа тұра алмай жүргендері қаншама. Қолында дипломы болғанымен жолында кедергі дегендей. Сонда жоғарыда айтылған бойдағы дүлей күш пен қарым-қабілет қайда қалды? Олар бар, тек соны ояту керек. Сендіре білу, серпілте білу қажет ақ. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан тусын. Жастарды қолдау арқылы болашақты жарқын етуге болады. Осыдан 6 жыл бұрын президент бастама көтерді. Мемлекет басқару ісіне ойы ұшқыр, білімі озық, сана сезімі терең, нағыз отаншыл азаматтар көптеп келуі керек дегені есте. Сөйтіп, президенттік жастар кадр резерві жасақталды. Алғашқы 3 кезеңінде, яғни 2019, 21 және 23 жылдары 66 мың адам тіркеліп, тек 400 іріктелді. Олардың 320-дан астамы квазимемлекеттік секторда, 37-сі саяси лауазымдарда, 5-еуі А корпусында, 3 жас парламент мәжілісінің депутаты, тағы бірі маслихат депутаты болды. Президенттік жастар кадр резерві мансап қуатын емес, мақсатқа жұмыс істейтін жер. Себебі әр жылы мыңнан тұлпар 100-ден жүйрік шыққандарына ел үмітін өкілеп тапсырып, талабына сеніп, тақым қысып отырады. Биыл президенттік жастар кадр резервінің 4-ші кезеңі аяқталды. Сенім мүддесінен шығуға үміттілер жыл өткен сайын көбейгенімен сыннан сүрінбей өту әсте оңай емес. Талантты болсаң да комиссияның талабы қатал. Сөзімізге сандар дәлел бола алады. Маусым айынан бастап іріктеуге қатысу үшін сайтқа 31 мың адам тіркелген. Бекітілген ережені ескерген 7500-ге жуық кандидат бәсекеге түсті. Бірақ солардың арасынан 50-нің ғана жолы болды. Осылайша таластың орташа деңгейі бір орынға 148 азамат. Бұл өткен таңдаулармен салыстырғанда 20 адамға көп. Сонымен іріктеуден мүдірмей өткендердің ендігі мүмкіндігі қандай? Нендей ілкімді істерімен өз саласын ілгерілетпек? Шерхан Абзалұлы жастар кадр резервінің мүшелерімен кездесіп келді. Мемлекеттік қызметкер мемлекеттің айнасы, саясатта сапалы жүзеге асыруда мәртебелі мамандарға артылар жүк ауыр, ал салаға серпін беру мақсатында президент кадрлық резерв бастамасын көтерген. Солсыннан сүрінбей өткен биылғы 50 жастың бірі Сәкен Олжабаев. Алматыда жоғары оқу орнын тәмамдап, Ұлыбританияда магистр атанды. Талай жылдық тәжірибесі, тоқыған білімі мен ілімінің арқасында инвестиция дейтін икемді талап ететін бағыттың білікті маманына айналды. Жинаған біліктілігім, тәжірибем осы инвестиция және сыртқы саясат саласында болған. Сондықтан ары қарай соны жалғастыра бергім келеді. Құдай қаласа еліміздің экономикасының дамуына, инвестициялық әлеуетін жандандыруға, үлес қосуға. Сәкен үшін жастар кадр резервіне өту оңай болған жоқ, 2 рет сүрінді, тек 3-ші мәрте бағы жанды. Жас маман мойымады, шеберлігін шыңдау жолындағы үлкен сабақ деп есептейді. Басқа жағынан жеке меншік коммерциялық секторда жұмыс істеп жүрген жас мамандар да бар. Олардың да көзқарастары, идеялары мемлекеттік қызмет саласында өте пайдалы болуы мүмкін. Менің ойымша өте көп мүмкіндіктер бар. Әділетті және қуатты Қазақстанды әлеуетті кадрлар құрады. Кадрлық резерв соған мүмкіндік туғызды. Таныс тамырсыз, 100-ден жүйрік шыққандар сан салада жемісті еңбек етіп жүр. Бұған бірер жыл бұрын мұғалім, қазір Сенат аппаратының басшысы болып отырған Максим Споткай дәлел. Мен өміріме, мен кәсіби жолыма да қатты әсер еткен бастамалардың бірі бұл резерв болған. Сондықтан резервке кірмеген де жастарға айтарым, бұл ең әуелі өзіңді дамытуға жетті. Қазір бір рет жоғары білім алып, одан кейін 30-40 жылдың ішінде осы бір дипломмен жүру ол қазір мүмкін емес. Себебі күн сайын әлем өзгеріп жатыр. Осылайша бастамашыл, талапшыл жастар топтастыратын
президент жастар кадр резервінің 4-ші іріктеу кезеңі аяқталды. 6 бағыт бойынша таңдалған мамандарды енді орталық органдар мен жергілікті әкімдіктерге жұмысқа орналастыру жайы пысықталып жатыр. Шерхан Абзалұлы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Рас, кадр бәрін шешет. Бұл әбден дәлелденген дүние. Осы ретте іріктеуге тоқталмай тұрып, алдымен құзырлы органның құзыретіне тоқталып өтейікші. Студия қонағы, Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Әлібек Ахмедияр. Әлібек Ғазизұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Енді президенттік жастар кадр резервінің биылғы ерекшелігі ол пропорционалдығында. Бұл іріктеу сапасына қалай әсер етті? Рахмет, мен шақырған үшін бүгінгі студияға. Енді өзіңіз жақсы білесіз, 25 қазан ұлттық комиссияның шешімі бойынша 50 резервист қабылданды. Енді ерекшеліктеріне көшсек, бізде 6 бағыт бойынша пропорционалдық система биыл болды. Оның ішінде біз мемлекеттік органдармен бірлесіп, алдыңғы жылдардың 3 жылдың ішінде қандай кадрлық керек мәселесін зерделеп, сараптама жасап, сол бойынша біз пропорционалдық квота жасап қойғанбыз. Сол квота бойынша биыл осы президенттік жастар кадр резерві өтті. Биыл қандай өзгешелік бар және ең жоғары бәсекелестік қай бағытта болды? Ең жоғары бәсекелестік биыл әлеуметтік саясатты дамыту және азаматтық қоғамды дамыту бағыты бойынша болды. Ол жерге бір орынға 335 үміткерлер қатысты. Оның себебі, 2 жол себебі бар. Біріншіден, сол әлеуметтік пен қорғау және азаматтық қоғамды дамыту саясы ол үлкен. Өзіңіз білесіз, ол жерге журналистер де келеді, заңгерлер де келеді, әлеуметтік саясатта жасайтын азаматтар бәрі келеді. Өзіңіз де журналист болсаңыз да, сол бағыт бойынша қатысуға мүмкіндігі болған. Сол үшін ондай іріктеуге қызықшылық көрсеткен адамдардың саны көп болғасын, бәсекелестік де үлкен болған. Біз 19 жылдан бастап осы президенттік жастар кадрлық резервке өткен мүшелермен жұмыс жасаймыз. Барлықтары бізден мемлекеттік басқару академиядан сабақ өтті. Сонымен бірге біз олардан фидбек аламыз. Фидбек алғанда қандай бағыттарды, қандай үлес қосқанда, қандай бағдарламаларға оқуға келетінін соның бәрін сұрап, зерделеп, сараптама жасап, бірге жұмыс жасаймыз. Сосын ол резервшілер өздерінің тәжірибесін көтеріп жатса, өздерінің білімдерін көтеріп жатса, біз оны өзіміздің бір тізіміміз бар, сол тізім бойынша бағалап отырамыз. Сонымен бірге өздерінің деңгейін көтеріп жатса, немесе жалпы лауазымдарын көтеріп жатса да, біз олармен бірге жұмыс жасап, сол кадрлық жоспарларын қарастырып, жұмыс жасап мәжбүр болып жұмыс. Енді президенттік жастар кадр резерві елдің кадрлық саясатын қаншалықты қажет мамандармен қалыптастырады? Мен бағана айтып тұрғаным, сол 6 бағыт бойынша біз неге сараптама жасағанымыз, ол қандай кадрлық қажеттілігі мемлекет органдардың. Біз соны қарастырып, соны осы резервке енгізіп, соны жасағанбыз. Енді мен айтып тұрғанымдай, бізге экономистермен қаржылық саясатты жұмыс жасайтын азаматтар көп, өзіңізге мәлім. Бірақ инфрақұрылымда, немесе қоршаған ортаны қорғау, немесе де өнеркәсіпте мемлекет қызметшілерінің сандары аз. Сол үшін біз оған пропорциялық бағыттарды бөліп, көтеріп, сол жерге мүмкіндіктер көп бергенбіз. Мысалы, жаңа әлеуметтік қоғамды, азаматтық қоғамды саясатының бағыты бойынша мен айтқандай үлкен бәсекелестік болды. Басқа сыртқы саясатпен қарастық, инвестициямен, ол жерде бәсекелестік ондай көп болмағаны. Немесе өнеркәсіппен жаңа инфрақұрылымдық бағыттарын қарастық, ол жерде де бәсекелестік ондай көп болған жоқ. Оны айтатының, бізде диспропорция болса да, ол диспропорция қоғамның ішінде болатын диспропорция ғой. Ал президенттік жастар кадр резервіне аймақтық кадрларды жасақтауына септігі қандай? Өзіңізге жақсы білетіндей, сіз бізде біздің қағидаларымызға сәйкес осы 50 адам ең соңғы ұлттық комиссияның шешімі бойынша резервке қабылданады.
басқа 50 адам, 100 адам бұл кіріп келгенде, олар аумақтық резервке қабылдануға мүмкіндіктері бар. Оны біз аумақтағы кадрлардың жетпеулігіне біз көмектесу үшін және аумақта бір жақсы мамандардың сандарын көтеру үшін солай қағидаға сондай мүмкіндік енгізгенбіз. Сол үшін сіз резервке өтпесеңіз, бірақ 100 адамның ішіне болсаңыз, осы ең соңғы этаптың ішіндегі, сол 50 адамның, екінші 50 адамның саны топтары аумақтарда осы лауазымдарға орналасу мүмкіндіктері болады. Яғни 6 этаптан өтсе де 5 этаптан өтсе де, 5-6 этаптан 50 адам резервке қабылданса, а басқа сол 50 адам қалғаны, солар 5-ші этаптан кейін, шешім шыққаннан кейін, олар аймақтық резервке өтуге анонсы бар, мүмкіндіктері бар. Айталық, мысалға, барлық 6 этаптан өтпей қалды дейікші, мысалға 5 этаптан өтіп, 6-шысынан құлап қалды. Бұл резервистің тағдыры қалай болады? 5 этаптан өткен, енді мықтылар өтеді ғой. Енді білесіз, әжеде бәсекелестік көп, этаптардың ерекшеліктері көп. Әрбір этапқа дұрыс дайындалып, өздерінің деңгейлерін көтеріп, білімдерін көтеріп, кітап оқып, тағы бір статьялар мен журналдарды оқып, енді өзінің құзыреттерін көтеріп, сөйтіп этаптар өткен адамдар ғой. Сол үшін ол барлықтарымен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Сонымен бірге мемлекеттік қызметке кіру үшін, қазір өзіңізге бір жақсы ақпарат болатын шығар, бізде 24 сағат 7 күн онлайн іріктеу өтіп жатыр. Мемлекеттік қызметші болу үшін қазір барлық цифрландыру инструменттерін қолданып, біз системаны e-қызмет порталын дамытып, сондай мүмкіндік бердік. Енді мемлекеттік қызметші болу үшін ондай баяғыдай іріктеуден қағаз түрінде өтуге анонсы жоқ, керектілігі жоқ, бәрі онлайн өтеді. Сол үшін осы азаматтар, 50 адамдар болғатса да, резервке қатысатындарды, енді мемлекет қызметші болған деп мемлекетте үлесін қосам десе, осындай іріктеуге процесстеріне мүмкіндіктері болады. Енді президенттік жастар кадр резервіндегі азаматтар үшін ең бастысы не деп ойлайсыз? Тәжірибе ме, әлде құндылықтар ма? Екеуі де, тәжірибеде құндылықтар, ол өте маңызды. Енді ең біріншіден мемлекеттік қызметші болу үшін патриот болу керексіз. Елді сүйіп, дамытып, ертең өзіміз осы Қазақстанымызда тұрамыз, өзіміздің бала-шағамыз, балаларымызды осы жұмыс жасасамыз, ертең өркениетін жақсы Қазақстан тұру үшін үлес қоссаңыз, сол мемлекеттік қызметші сондай болу керек. Әлібек Ғазизұлы, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Бастысы мемлекеттік қызметте жүрген азаматтарымыз адал болсын деген тілек бізден. Рахмет. Көп рахмет. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. Лауазым иелену, дүние мүлікті иемдену немесе әлсізді жаншып илеу дегенді білдірмейді. Керісінше, әр лауазым иесі азаматтар алдында парыз арқалайды. Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруде Қасым-Жомарт Тоқаев алтын қағиданы алға тартады. Мемлекет адам үшін қызмет ету керек. Ал жаңа сипатты елді жалынды жастар жасайтыны анық. Президенттік жастар кадр резервінің де көздеген мақсат осы. Мемлекеттік басқару жүйесіне жаңа буын, білімді, жауапты және жоғары кәсіби білікті жастарды тарту. Ал бұл салада білікті салалық мамандардың тапшылығы сезілетінін президент айтқан. Осы ретте аталған жоба 6 жылда ойдағы мұратына жетті ме? Мемлекет мүддесін жеке бастың мәселесінен биік қоятын мамандар тарталдық па? Назым Кенжебайдың сюжетіне зер салайық. Президенттік жастар кадрлық резервінің 4-ші легі жасақталды. Үміткерлер 6 айда маман тапшылығы басым 6 бағыт бойынша сынға түсті. Тыңнан түрен салуға тырысып, соны жобаларын ортаға салды. Ерекшелігі әрбір бағыт бойынша пропорционал түрде іріктеу болды. Экономикалық қаржылық саясат бойынша 7 адам, инфрақұрылымды дамыту және де сыртқы саясат бағыттары бойынша 8 адамнан, және де әлеуметтік саясат, ауыл шаруашылық және цифрландыру бағыттары бойынша 9 адамнан іріктеліп алынды. 3 жылда кадрлық резервке өткен жастардың қатарында аудан тіпті облысты басқаратындар бар. Орталық мемлекеттік органдарда жоғары лауазымда отырғандар да кездеседі. Іріктеу арқылы мәжіліс пен мәслихатқа депутат болды. Бірақ президенттік жастар резерві тек кадр тағайындамайды. Түрлі сала көшбасшыларының ойын біріктіріп, ортақ жоба ұйымдастыру алаңына айналған. Осы академияның қабырғасында жыл сайын біз жаңағыдай резервшілерді оқытудан өткіземіз.
оқытамыз. Ол түрлі тақырыптар болуы мүмкін. Мысалы айтатын болсақ, бұдан бұрын жобалық менеджмент тақырыбында оқыту өткіздік, және де биыл HR сертификат дейтін бар. Сол HR сертификат бойынша оқыту өткізіп, мамандармен жұмыс жүргізіп. Қысқа уақытта айтулы жетістікке жеткен көшбасшы жастарды мемлекеттік қызметке икемдеу көп елде бар тәжірибе. Посткеңестік елдерде және ақш пен Ұлыбританияда да кеңінен қолданылады. Бұдан бөлек бірқатар жаһандық ұйымдарда да кадрлық резервтерге мән береді. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымында осындай арнайы жоба бар. Бұл жобаның басты мақсаты волонтерлік сала бойынша немесе гендерлік сала бойынша, ақпараттық сала бойынша, яғни осы өзінің бір болашағы бар деген білім білігі үйлескен жастарды іріктеп алып, ұйымның немесе мемлекеттің сол салаға тиісті өркендеуіне, өсуіне үлесін қосатын болады. Дарынды жастардың әлеуетін мемлекеттік саясатты нығайтуға бағыттау жарқын болашаққа жол ашады. Сарапшының сөзінше бұл маңызды. Себебі бүгінгі белсенді буын ел тағдырының ертеңін айқындайтын қоғамның басты қозғаушы күші екені даусыз. Назым Кенжебай, Ғалымжан Абдылахат, арнайы түйін үшін. Әлихан Бөкейхан айтпақшы, ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден. Себебі сындарлы кезеңде сынбау керек, ал салмақты ойлап, сарабдал шешім шығару терең білімге емес, тегеурінді мінезге байланысты. Сондай тұлға ел тұтқасына айналады. Жастар кадр резервіндегілер де солардың сапында деп сенеміз. Түйіні осы. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.